Баршаға сәлем достар, сіздермен спорт жаңалықтар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Комадан есіне келген Ербосынұлы алғашқы рет байланысқа шықты. Қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлының Instagram желісінде аккаунты жасанды комадан шыққан соң алғашқы рет жаңартылды деп хабарлайды. Спортшының Instagram сторисінде балалардың суреті жарияланды. Еске салайық, Айдос Ербосынұлы 6 қараша күні таңертең WBI регулар атағы үшін жекпе-жегінде кубалық Давид Маррелден нокаутпен жеңілген. Жекпе-жектен кейін спортшы ауыр халде ауруханаға жатқызылып, жасанды комаға түсті. Өткен аптада отандан соң қорқынды терапия бөлімінің қарапайым палатасыға ауыстырылды. Батыр Жүкембаевтың рингке қашан оралатыны белгілі. Жартылай орта салмақта қолғап түйістіретін Батыр Жүкембаев жыл соңында Қазақстанда жекпе-жек өткізуі мүмкін. Бұл туралы Вист кезі тілшісі жақын ақпарат көзі мәлімдеді. Белгілі болғандай, Жүкембаевтың 16 қараша күні Астанадағы бокс кешенінде рингке шығу туралы ұсыныс жасалған. Әзірге боксшының қандай шешім шығарғаны белгісіз. Осыған дейін Жүкембаев WBS тұжырымы бойынша әлем чемпионы Мексика қабыланы Оскар Вадес пен америкалық Шакур Стивенсон жекпе-жегінде андеркардында шығу тиіс еді. Рингке шықпағаны көп болса да, жерлесіміз жеңіліс көрмеген абсолют әлем чемпионы Теренс Кроуфордпен спарринг өткізуге үлгерді. Еске салайық, Батыр Жүкембаев соңғы рет кәсіпқойдағы айқасында өткізіп, айқасын өткен жылдың желтоқсанында Канаданың Монреаль қаласында өткізіп, 69 секундта мексикалық Хуан Хосе Мартинес Алваресті нокаутқа түсірді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Баршаға рахмет.